қазақ жерлерінің Ресей империясы тарапынан толығымен жаулануы және оған жаңа әкімшілік саяси басқару жүйесінің енгізілуі. 19 ғасырдың басында қазақ даласының жағдайы. 19 ғасырдың басында қазақ даласы Ресей империясының құрамында болды. Дала экономикасы негізінен мал шаруашылығына сүйенді. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салты кең таралған еді. Ауылдық қауымдастықтар мен дәстүрлі билік жүйесі халық өмірінің негізі болды. Ресей империясының отарлау саясатының мәні. Империя қазақ даласын саяси, экономикалық және мәдени тұрғыдан өз бақылауына алуды күшейтті. Жерді игеру, қоныс аударушыларды орналастыру, әкімшілік жүйені орталықтандыру арқылы қазақ қоғамын басқаруға бағындыру негізгі мақсаты болды. Қазақ қоғамда әлеуметтік және саяси құрылым. Қоғам дәстүрлі түрде билер мен ақсақалдарға негізделген басқару құрылымына ие болды. Алайда империялық реформалар дәстүрлі билік құрылымын әлсіретті. Әлеуметтік теңсіздік артты, жер даулары мен салықтың қысым халықтың наразылығын тудырды. Саяси белсенділіктің артуына түрткі болды. Қазақ жерлерінің жаулануы. 1730-1800 жылдары Ресейдің әскери және саяси ықпалы. 18 ғасырдың ортасында Ресей империясы қазақ даласына әскери және саяси ықпалын күшейтті. Орта жүз, кіші жүз және ұлы жүз аймақтарында шекаралық бекіністер мен әскери гарнизондар орнатылды. Бұл қазақ хандарының тәуелсіздігіне қысым жасады. Екінші, қазақ хандығының тәуелсіздігінің азаюы. Ресей империясының саяси қысымы нәтижесінде қазақ хандықтары өз билік құзыреттілігінің бір бөлігін жоғалтты. Халықтың басқару құрылымдары әлсіреді, ал империялық әкімшілік жүйе күшейе түсті. Үшіншіден, жерлердің орыс шекаралық бекіністері арқылы жауланып алуы. Қазақ даласында бекіністер мен орыс әскери құрылымдары салынып, стратегиялық маңызды жерлер Ресей бақылауына өтті. Бұл қазақтар үшін дәстүрлі жайылымдар мен қыстаулардың айырылуы дегенді білдірді. 1867-1868 жылдары Орынбор генерал-губернаторлығының құрылуы. Ресей империясы қазақ даласында орталықтаған әкімшілік басқару енгізу үшін 1867-68 жылдары Орынбор генерал-губернаторлығын құрды. Бұл құрылым арқылы патша үкіметі аймақтағы саяси және экономикалық бақылауды күшейтті. Ақмола, Семей, Торғай облыстарының құрылуы. Жаңа басқару реформасы аясында Ақмола, Семей, Торғай сияқты облыстар құрылып, қазақ даласы ресми түрде империялық әкімшілік бірліктерге бөлінді. Бұл өзгерістер дәстүрлі хандық және рулық құрылымдардың рөлін төмендетті. Үшіншіден, хандық билігінің жойылуы. Реформа нәтижесінде қазақ хандары өз билігінен айырылды. Халықтық басқару жүйесі әлсіреп, билік толығымен патша әкімшілігінің қолына өтті. Старшын, болыс, уез жүйесінің енгізілуі. Дәстүрлі билік орнына старшын, болыс және уез жүйесі енгізіліп, жергілікті халыққа патша үкіметінің бақылауын күшейтті. Бұл халықтың саяси және әкімшілік еркіндігін шектеуге әкелді. Халықты бақылау және салық жинауды жеңілдету. Әкімшілік реформалар арқылы Ресей империясы қазақ халқын тиімді бақылауға алып, салық жинау жүйесін оңайлатты. Бұл халықтың тұрмысын қадағалауды күшейтіп, экономикалық қысымды арттырды. Жер дауларын реттеу және қоныс аударушыларды орналастыру. Реформа жер дауларын ресми түрде шешуді көздеді және орыс қоныс аударушылары қазақ жерлеріне орналастыруға мүмкіндік берді. Бұл қазақтардың дәстүрлі жерлердің айыруына және жайылым тапшылығының пайда болуына әкелді. Қазақ қоғамындағы билік құрылымының әлсіреуі. Дәстүрлі билер мен хандық биліктің орнына старшын, болыс, уез жүйесі енгізіліп, жергілікті билік империялық бақылауға өтті. Бұл қазақ қоғамының саяси тәуелсіздігі мен әлеуметтік құрылымының әлсіреуіне себеп болды. Қазақтардың желісіз қалуы. Әкімшілік реформалар мен қоныс аударушылардың келуі қазақ шаруаларын дәстүрлі жерінен айырды. Жайылымдардың азаюы мал шаруашылығына кері әсер етіп, халықтың тұрмысын қиындатты. Даладағы әлеуметтік теңсіздіктің артуы. Жер даулары мен отарлық саяси қысым бай мен кедей арасындағы алшақтықты арттырды. Кедей шаруалар экономикалық тұрғыдан әлсіреп, әлеуметтік шиеленістер күшейді. Ұлт-азаттық көңіл күйдің қалыптасуы. Әлеуметтік әділетсіздік пен жерден айырылу қазақтар арасында ұлттық сана мен азаттыққа деген ұмтылысты оятты. Халық өз құқықтары мен жерін қорғауға белсенділікті көрсете бастады. Қазақ зиялыларының саяси белсенділігінің артуы. Зиялылар жаңа жағдайды түсініп, ағартушылық пен саяси әрекеттер арқылы халықты ұйымдастыруға кірісті.
олар ұлттық бірлікті нығайту, білім беру және құқық қорғау бағытында маңызды рөл атқарды. Қазақ даласына тигізген әсері: алаш қозғалысының пайда болуына жол ашты. 20 ғасырдың басында отарлық қысым мен әлеуметтік теңсіздік қазақ қоғамында ұлттық қозғалыстардың қалыптасуына ықпал етті. Бұл жағдай алаш партиясының пайда болуына жағдай жасады. Жер, білім, мәдениеттің мәселелерін шешуге ұмтылыс. Ұлттық қозғалыс қазақ зиялыларының халықтың әлеуметтік және мәдени мәселелерін шешуге бағытталады. Олар білім беру, мектептер ашу, жер дауларын реттеу сияқты бастамаларды көтерді. Қазақ даласында ұлттық сана мен бірліктің күшеюі. Әлеуметтік және саяси қысым халық арасында бірліктің, ұлттық сананың нығаюына себеп болды. Қоғам біртұтас мақсат үшін бірігіп, өз құқықтарын қорғауға ұмтылды. Қорытындылай келе, Ресей империясының толық жаулануы 19-20 ғасырда Ресей империясының қазақ даласына толық ықпалы қазақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық құрылымына елеулі әсер етті. Жер даулары, мал шаруашылығы, қысым және қоныс аударушылардың келуіне халықтың тұрмысын қиындатты. Жаңа әкімшілік саяси жүйенің әсері: жаңа уезд, болыс, старшын жерлері арқылы патша үкіметі халықтың бақылауды күшейтті. Дәстүрлі билік құрылымы әлсіреп, жергілікті бақылауда империялық бақылау үстемдік етті. Ұлттық сана мен тәуелсіздікке ұмтылыс. Әлеуметтік қысым мен жер мәселелері қазақ халқының ұлттық сана сезімін оятты. Бұл кезеңде ұлттық бірлік пен тәуелсіздік идеялары қалыптаса бастады. Қазақ зиялылары мен қоғам қайраткерлері ағартушылық, білім беру, саяси әрекеттер арқылы халықтың біріктіруге ат салысты.